Всем привет, достар! Сіздермен бірге Сара. Мен бүгінгі влогыма қош келдіңіздер. Бүгін біз анашым екеуміз больницаға жатуға бара жатырмыз. Осылай автобусқа отырдық. Обедке таман барған болатынбыз. Пока документтермен, қағаздармен жүрем дегенше кеш батып кетті уже. Бір-екі қағазы дайын болам дегенше осылай әр кабинетке кіргізіп, анашымды тексеріп жіберіп жатыр. Бүткіл қағаздың барлығын жинадық та біз больницаға, палатаға келдік. Біз осындай палатаға жіберді. Анашым екеуміз бір палатада жатырмыз. Палатамыздың іші осындай өте тар, бірақ сонда да іші өте әдемі. Ішінде 3 адам болып жатырмыз. Маған осындай отдельно төсек берді. Анашымға қарама-қарсы жатырмыз. Погода өте керемет болып тұр далада. Уже кеш батты. Мен бүгінгі влогым сәл қысқалау болып қалды. Келесі влогты сәл ұзынырақ қылып түсіруге тырысамын, бірақ ол влогтар уже больницаның ішіндегі сондай влогтар болайын деп тұр. Қалай больницада күндеріміз қалай өтіп жатыр, соның бәрін түсіретін боламын. Анашымның жағдайы төй жақсы. Осындай бізге гимнастика, анау-мынау жасауға направление берген. Соның барлығынан өтетін боламыз. Осындай бізде коридор өте әдемі екен больницаның іші. Осылай терезеге қарап отырмын. Мен бүгінгі влогым осымен аяқталды. Келесі влогқа дейін пока-пока. Тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.